Барлықтарыңызға сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Аяулым және де қазақша SMM арнасы. Бүгін сіздермен біз таргетинг маманы қандай қызмет атқарады, сол жайлы сөйлесетін боламыз. SMM дегеніміз не, онымен кім айналысады, қандай қызмет атқарады, оның барлығы менің каналымда тұр. Енді сіздермен біз интернет мамандықтарын жеке-жеке бөлек талқылайтын боламыз. Және де ең бірінші SMM-нің кейін тұратын мамандық бұл таргетинг мамандығы, яғни реклама, әлеуметтік желіде реклама жіберетін адам. Қазір таргет саласында жүрген мамандар өте көп, күн сайын артып келеді, жаңадан шығып келе жатқан мамандар, бірақ нағыз мамандар өз ісінің шебері өте аз. Ал алдағы осы видеодағы 6 кеңес сіздерді осы таргетинг саласында нағыз маман болуға арналған инструкция болады. Ең алдымен таргет маманы настройка жасай білу керек, яғни әлеуметтік желіде реклама жіберу үшін ол жақта белгілі түрде настройка жасалатын функциялар бар. Яғни кез келген таргет маманы публикацияны қалай салу керектігінен бастап жарнаманы толыққанды аудиторияны детальный таңдап қалай жіберуге болады, соның барлығын толық білу керек. Таргетингті Instagram арқылы екі тәсілмен жіберуге болады. Бірінші ол публикацияның астындағы продвигать нүктесі бойынша, екінші Facebook арқылы, Facebook әлеуметтік желі арқылы, Facebook Ads личный кабинет арқылы жіберу. Осы екі таргетинг түрі Instagramда именно жүргізілетін. Екеуінің настройкасы екі түрлі мүлдем. Инстаграмда жіберетін продвигать нүктесі өте жеңіл новичоктарға арналған болса, Фейсбукта ол жақта күрделі, барынша тереңдетілген настройка. Сондықтан да таргет маманы сол настройканың барлығын толыққанды білу керек. Қай нүкте неге жауап береді, қай раздел охват болсын, показы болсын, әртүрлі детальдар бар. Соның барлығы қандай әсер береді, қандай публикацияға жіберу керек, соның барлығын білу керек. Бұл бірінші. Екінші, бұл менің осы уақытқа дейін жинаған тәжірибемнен келген тұжырым. Кез келген бизнесқа келген кезде сіз таргет маманы болғаннан кейін алған бизнесіңізге толыққанды кірісуіңіз керек. Бүге шігесіне дейін танып біліңіз, аудиториясын зерттеңіз, кәсіпкермен жұмыс істеп жатқан кісімен толыққанды сөйлесіңіз, қанша бюджет бар, оны қалай қолдана аласыз, өзіңіздің сатайын деп жатқан, таргет жіберейін деп жатқан тауарыңызды полностью зерттеңіз, конкуренттерді зерттеңіз, нарықты зерттеңіз, бизнеске толыққанды кіріңіз. Көп таргетинг мамандары бизнесқа келген кезде, бизнесменмен жолығады, сөйлеседі, үлкен уәделер береді, мен сізге күшті нәтиже алып келемін деген секілді. Соңында қажет нәтиже алып келмейді. Оның бір үлкен себебі осы бизнеске толыққанды кірмеуі. Жастар айтады, надо думать как собственник бизнеса. Сіз сол бизнестің өзіңіз жеке басыңыздағы бизнес секілді көретін болсаңыз, сізге әлде қайда оңай болады. Сіз кәсіпкердің ойымен өзіңіздің кәсіби қабілеттеріңізді таргет саласында дұрыс қолданатын боласыз. Бұл екі. Келесі, бұл креативный, рекламный баннерлер жасай білу. Сіз өзіңіздің конкуренттеріңізді зерттеген кезде үнемі наблюдательный болуыңыз керек. Олар қандай рекламный роликтер жіберіп жатыр, қандай баннерлер жіберіп жатыр, барлығын зерттеп отыруыңыз керек. Және де үнемі тестировать етіп отыру керек әртүрлі креативтарды. Бүгін бір креатив жасап көресіз, қандай бір акциямен, қандай да бір қосымша дополнительный бонуспен. Ол өтпейтін болса, ертең күні тағы бір креатив жасап көруіңіз керек. Ал креативті дұрыс жасай білу үшін сіз кішкене творческий адам болуыңыз керек. Яғни фотошоппен жұмыс жасай білуіңіз керек, видеомонтажбен жұмыс жасай білуіңіз керек, тексттерді дұрыс орналастыра білуіңіз керек. Өйткені Фейсбукта үлкен тексттер болатын болса, үлкен минус 20%, 50% деген тексттер болатын болса, Фейсбукта ол нәрсе өтпейді. Қазір Фейсбук одан сайын қатал болып кеткен, сондықтан да правилалары толыққанды білуіңіз керек, правилаларын, заңдарын. Сондықтан да креативті жасай білу
кез келген таргет маманның қолынан келу керек. Креативті дұрыс жасай білсеңіз, сіз клиентпен дұрыс тілдесе аласыз, клиенттің қалауын біле аласыз. Ол қандай креативтерді жібергенін қалайды, қандай бюджетке ориентир ұстап жатыр, қандай выхлоп болғанын қалайды, яғни қандай нәтиже болғанын қалайды. Сол арқылы сіз клиентпен дұрыс байланысқа түсіп, креативті да дұрыс жасап, ертеңгі күні клиенттің салған ақшасын 10 есе қайтарып бере аласыз креативтің көмегімен. Бұл үш. Келесі, бұл сіз таргет маманы болғаннан кейін үнемі реклама жібермей тұрып, өзіңізге және де клиентке пайдалы болатын рекламный креативтар, рекламный интеграциялар жасауыңыз керек. Ол дегеніміз не? Яғни үнемі выгода іздеп отыру. Қалай арзандырақ қып жіберуге болады, қалай жақсы көп лид алып келуге болады, қалай креативті одан сайын жақсартуға болады. Осындай мышление болу керек сізде. Когда таргетинг мамандығы жаңағы клиентпен жақсы байланысқа түсіп, оған әртүрлі варианттарды ұсына беретін болса, сол кезде сіз өзіңізге өте жақсы кейс жинайсыз. Бұл бір. Екінші, сіз жаңағы жұмыс істеп жатқан клиентіңізбен өте жақсы қарым-қатынаста боласыз. Ол сізге өте қатты қажет. Сіз бизнес кәсіпкер кісімен жақсы байланысқа түсу арқылы ол кісіге өзіңіздің оның ойымен ойлайтын болсаңыз, сіз оған көбірек пайда алып келгіңіз келеді. Сондықтан да выгода жағын жақсылап ойлау керек. Бұл 4. Келесі 5-ші, бұл сандармен дос болу. Таргетолог мамандығы бұл сандармен өте тез әрі көп байланысқа түсетін мамандық. SMM мамандығы ол жарайды, жаңағы публикация жасайды, сторис салады, және де жаңа аудиторияның санын көбейтеді деген секілді. Ал таргет мамандығы бұл сандармен жұмыс жасау. Қанша показ болды, қанша клик болды, қанша жаңа адамдар қарады, қарамады, клик басты, баспады. Үнемі анализ жасап отыру. Сіз жаңа креативті жібересіз, өзіңіз жасаған креативті жібересіз, және де оның нәтижесін анализ, яғни цифрар арқылы шығарып береді сізге Facebook. Соны анализ жасап отырасыз, бір-бірімен салыстырасыз. Қай креатив жақсы. Және де соңғы менің айтқым келіп отырған кеңес, бұл сіздер таргет мамандығы болғаннан кейін сіздер міндетті түрде нәтижеге жұмыс жасауларыңыз керек. Сіз ақша салып жатырсыз ба? Өзіңіздің фейсбугіңізға, рекламаға, ол салған ақша қайту керек клиентке. Сізге жаңағы жұмыс беріп отырған адамға қайту керек. Кемінде минусқа қалмау керек ол кісі. Ең жақсы ол кісі сіздің жіберген таргетіңізден көбірек ақша табу керек. Міне, осындай мышление болу керек. Сіз сол себептен де креативтің жаңағы показына, охватына емес, лидтарға, продажа санына, заявкаларға көбірек мән беруіңіз керек. Ол дегеніміз не? Сіз таргет жібересіз, таргеттен қанша адам келді, қанша адам сатылым жасады, қанша адам заявка қалдырды, қанша адам лидқа айналды, горячий клиент, жаңағы холодный клиент деген бар. Осының барлығын сіз анализ жасап отыруыңыз керек. Мынандай таргетологтар бар, жаңағы таргет жібереді, одан кейін ешқандай анализ, ешқандай ұсынбайды. Кешке қарай, мысалы, азанда жіберсе, кешке қарай сұрайды, қанша адам жазды, неге аз жазды, неге сатылым аз болды деген секілді. Ол сұрақтың барлығына таргетолог жауап береді, неге заявка аз? Өйткені жаңа креатив дұрыс емес, настройка дұрыс емес, бюджет аз деген секілді. Соның барлығын анализ жасап отыру керек. Сондықтан таргет мамандығы боламын десеңіздер, сіздерге үлкен кеңес, нәтижеге жұмыс жасай біліңіздер. Таргет мамандығын оқуларыңыз келсе, әлеуметтік желіде өте көп тегін ақпарат, және де біздің Қазақстан нарығында да өте көп ақпараттар бар, курстар бар, сапалы, сапасыз өте көп. Сондықтан да жақсылап таңдап таргет мамандығын оқып алсаңыздар, өте жақсы, әлемнің кез келген нүктесінде жасай беретін мамандықтардың бірі. Қазір кез келген кәсіпкерге, тіпті менің өзіме таргет мамандығы керек. Өйткені именно сатылымның барлығы бізде әлеуметтік желі арқылы жүреді.
ал оған мысалы мен кәсіпкер ретінде өзім отырып настройка жасап реклама жіберуге уақытым жетпей жатады. Сондықтан маған маман керек, жақсы өзінің ісін жақсы көретін, өзінің жаңағы істеп жатқан ісінен рахат алатын, нәтижеге жұмыс жасайтын нағыз мамандар керек. Бүгінге осы. Келесі видеода жолыққанша сіздермен. Видео ұнаса, осы видеоға лайк қойып, комментарий жазып, менің арнама тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Сіздермен бірге аяулым қазақша СММ арнасы. Сау болыңыздар.